Армыстар эфирде шарайна жаңалықтары, студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев коронавирусты пандемияның екінші толқынына дайындық туралы кеңесте сөз сөйледі. Ол бизнес пен азаматтар жағдайының өрбуі, санитарлық профилактикалық шаралардың қатаң сақталуына байланысты екендігін айтты. Бірнеше жылдар бұрын жұмысын тоқтап қалған Семейдегі Бұлғар мех фабрикасы кәсіптерін қайта жандандырды. Жаңа менеджерлер кәсіпорынның ғимараты мен жабдықтарын іске қосуға 2 ай дайындалды. Енді зауыт ірі қара малдың терісін өңдеумен ары қарай айналысатын болады. Толығырақ Қайда Ахметбек тарқатады. Отандық өндіріске атылған зауыт мал шаруашылығын дамытудың жалпы стратегиясы тұрғысында аса маңызға ие. Ол ауыл шаруашылығы саласының жанама өнімін, яғни ірі қара малдың терісін тұтынушысы болып табылады. Густо Гроуп компаниялар тобының бөлімшесіне айналған Семей Таннери компаниясы комбинаты 2021 жылдың 31 желтоқсанына дейін кейін сатып алу құқығымен жалға алды. Компания менеджерлері үшін бұл бизнестің жаңа саласы. Сондықтан қазір олар өз күштерін сынап көруде және біртіндеп Италия, Қытай және Украиналық әріптестермен байланыс орнатуда. Сейчас мы называемся ТО. Қазір біздің зауыт Семей Таннери деп аталады. Зауытты Қазақстанның инвестициялық қорынан жалға алдық. Бұл мемлекеттік ұйым. Біз оны сынап байқап көру үшін алдық. Алдағы 1,5 жылда біз бұл бизнесті өрге домалатамыз деп ойлаймыз. Жалпы жұмыс құрылымын, қайда жөнелту керектігін, қалай өндіру қажеттігін түсінгіміз келеді. Осы жылдың шілде айында Қазақстанның инвестициялық қорымен келісімшартқа қол қойылды. Тамыздан бастап біз терілерді қайта өңдеуді бастадық. Қазір біз 250 тоннаға жуық ірі қара терісін өңдедік. Мы зашли сюда в Хромды илеудің жартылай фабрикатын дайындау бұл жоғары кәсіби тәсілді. Арнайы білім мен дағдыларды талап ететін, көп еңбекті қажет ететін 3 фазалы илеу процесі. Бұл өнімдер материалдың беріктігі мен төмен бағасымен ерекшеленеді. В дальнейшем Алдағы уақытта қазан айына бір қатар жоспарларымыз бар. Егер қазіргі уақытта біз 250 тонна өңдесек, жыл соңына дейін ай сайын 150 тонна мүйізді ірі қара терісін өңдеуді жоспарлап отырмыз. Жыл соңына дейін мақсатымыз осындай. Зауыт қамтамасыз ететін шикізат бүкіл Шығыс Қазақстан облысынан өндіріске келеді. Мұнда ол күлді барабандарға жіберіледі. Онда химиялық заттармен бірге 2 күн айналады. Осы уақыт ішінде терілер тек терісі мен майын қалдырып, бүкіл пальтосын жоғалтады. норма загруз. Біз барабанды жүктеу жылдамдығы шамамен 6 тонна теріні құрайды. Күлден кейін біз шикізатты одан әрі шелпек машинасына түсіреміз. Сіз онда шелпектегі адамдар жұмыс істеп жатқанын көрдіңіз. Олар майды, қажет емес заттарды алып тастайды. Химиялық заттардан кейін не қалды? Содан кейін ол кішкентай барабандарға бояу майына жіберіледі. Онда біз химиялық заттармен бірге өңдейміз. Сонда біз дайын жартылай фабрикатты аламыз. Вет көк бұлғары. Мысалы, Қытайлар оларда әртүрлі түстермен бояйды. Ал сөмкелер, аяқ киім, белбеу өз талғамына қарай жасай алады. Содан кейін олар оны өздері аяқтайды. Бізден жартылай фабрикаттар мен дайын бұлғардан сатып алынатын тапсырыстар бар. Біз тапсырыс қабылдаушы ретінде жұмыс істейміз. Айта кетейік, қазір зауыт жүктемесі 30-40% ғана құрайды. Комбинатта шамамен 80 адам жұмыс істейді. Өндірістік қызметкерлер бізде қалды. Олар бұрын жұмыс істеген. Кеңес заманында да барлығының тәжірибесі мол. Біз бәрі ойдағыдай болады деп үміттенеміз. Әрі сұранысқа ие болатын жақсы теріні жасаймыз. Бұл кәсіпорын жұмысының қала және өңір экономикасы үшін жоғары маңыздылығын ерекше атап өткен жөн. Сондықтан қазірдің өзінде бастапқы кезеңде әкімдік комбинатты барынша қолдайды. Өз кезегінде зауыттың экспортқа бағдарлануы жаңа иелерден сапаға және әрине технологиялық процеске үлкен назар аударуды талап етеді. Қайда Ахметбек, Сұңқар Толымхан, Нұрлан Оразалин, ВК6 телеарнасы. Мемлекет аз қамтылған азаматтардың өмірін қандай да бір жолмен жеңілдетуге, әлеуметтік көмектердің әртүрлі түрлерін ұсынады. Мәселен, атаулы әлеуметтік көмек мүмкіндігі шектеулі азаматтарға арналған төлемдер және тағы басқа. Бұл жан-жақты қолдау түрлерінің ішінде тұрғын үй бойынша көмек те кіреді. Тұрғын үй көмегін алуға қандай санаттағы азаматтар құқылы, қалай алуға болады, толығырақ келесі бейнематериалда. Қызметтерге жұмсалған шығындарды өтеу үшін Қазақстан аумағында тұрақты тұратын аз қамтылған азаматтарға, оның ішінде көмірмен жылытатын жеке үйлердің иелеріне беріледі. Қызмет жергілікті бюджеттен ұсынылады. Тұрғын үй көмегін алу үшін алдын ала жазылу бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына жилищная помощь предоставляется малообеспеченным. Тұрғын үй көмегі коммуналдық қызметтерге жұмсалған шығындарды өтеу үшін Қазақстан аумағында тұрақты тұратын аз қамтылған азаматтарға, оның ішінде көмірмен жылытатын жеке үйлердің иелеріне беріледі. Қызмет жергілікті бюджеттен ұсынылады. Тұрғын үй көмегін алу үшін алдын ала жазылу бойынша халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет. Портал арқылы да хабарласуға болады. Аз қамтылғандар тізіміне мүмкіндігі шектеулі азаматтар, зейнеткерлер,
атаулы әлеуметтік көмек алушылар, көп балалы аналар кіреді. Жиынтық табыс зейнетақыдан, жәрдемақыдан, жалақыдан, аударымнан құралады және отбасы табысының 7% әлеуметтік нормаларға сәйкес коммуналдық қызметтер үшін төлей алады. Егер сома жеткіліксіз болса, айырмашылықты мемлекет төлейді. Аз қамтылған отбасылар халыққа қызмет көрсету орталығына жеке куәлік, тұрғын үй құжаты, алдағы 90-дағы түбіртектерді апарады. Бұған электр энергиясы, газ, жылу энергиясы, ыстық және суық су, телефон, домофон кіреді. Шығындарға тұрғын үй инспекциясымен келісілген күрделі жөндеу, мемлекеттік тұрғын үйді жалдау кіреді. Жыл басынан бері бізге 1000 отбасы жүгінді. Олардың 50% көп қабатты пәтерлердің тұрғындары, 50% жер үйлердің тұрғындары. Бізге ауылдық тұрғындар да жүгінеді. Биыл ауылдық аймақтан 40 адам жүгінді. Саяжайларда тұратын адамдар да хабарласады. Олардың жалғыз тұрғын үйі бар. Олар сол жерде тіркелген және жәрдемақы алады. Бізде қызмет алатындардың 70% төмен зейнетақысы бар зейнеткерлер және бірінші, екінші, үшінші топтағы мүмкіндігі шектеулі азаматтар. Жеңілдіктер де бар. Өйткені біздің ережелерімізді мәслихат бекітеді және жеңілдіктер қатарын енгізіп тұрады. 7 жасқа дейінгі бала күтімі бойынша әйелдер бізге жүгіне алады. Өйткені олардың табысы болмауы мүмкін. 50 жастан асқан табысы жоқ жұмыспен қамту орталығында тіркелмеген азаматтар да көмек сұрай алады. Сондай-ақ бұл зейнеткерлерге немесе мүгедектерге қамқорлық жасайтын азаматтар да болуы мүмкін. Мұндай кірістілігі жоқ санаттар бізге хабарласа алады. Құжаттар 90 сайын қабылданады. Жеке секторға төлем жылына 1 рет жасалады. Ал көп қабатты үйлердің тұрғындары жәрдемақыны әр 90-да 1 рет алады. Айта кетейік, тұрғын үй көмегін тағайындау мемлекеттік стандартына сәйкес қызметті үйден шықпай алуға болады. Қызметтің дайындығы туралы сіз egov.kz порталындағы жеке кабинетіңіз арқылы 8 жұмыс күні ішінде оңай біле аласыз. Аида Ахметбек, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Томхан, ТВК 6 телеарнасы. Семей қаласы Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 37-ші мектеп гимназиясының математика пәнінің мұғалімі Жанар Сағытбекова еліміздің үздік 64 ұстазының қатарына кіріп, жыл педагогі 2020 атағын иеленді. Жыл сайын өтетін дәстүрлі жыл педагогі сайысы ұстаздардың соңғы 5 жылдағы еңбегін бағалайды. Бағалау критерийлерінің негізгісі әлбетте оқушылардың пән олимпиадаларындағы жетістіктері және ғылыми жобалар қорғауы. Сондай-ақ мұғалімнің өз әдістемелік нұсқалуы болуы тиіс. Жанар Сағытбекованың үздік педагогтар қатарына кіруінің тағы бір себебі биыл мектеп бітірген сыныбы. Ұлттық бірыңғай тестілеуде 91%-ға жуық көрсеткішке қол жеткізген. Ал ол сыныптың 18 оқушысы грант иеленген. Соңғы бір жыл ішінде жаңағы оқушыларым 11 сынып оқушысы Нұралдиева Маржан, Қанатбекова Зере, Шакенова Дилназ деген оқушыларым ғылыми жобадан, қалалықтан, облыстан, республикадан, халықаралықтан орындар алып келді. Одан кейін Нұралдиева Маржан деген оқушым математикадан, олимпиададан, қалалықтан, сынақтан өтіп, облыстық кезеңнен бірінші орын ие болып, республикалық кезеңге қатысып келді. Өзім математикалық сауаттылық деген әдістемелік жазып, сол кітабымызды жаңағы облысқа, республикаға тәжірибе тараттық. Республикаға авторлық бағдарламаға қатысып, содан 2-ші орын алып келдік. Гимназия директоры Жанат Моғаждарованың айтуынша бұл жетістік мектеп деңгейінің ғана көрініс емес. Ол ұстаздың балаға деген көзқарасы, ал өз кезінде оқушының білімге деген көзқарасы. Бұл сайыс кезінде үздік ұстазды қолдау үшін шығармашылық топ жұмыс істеген. Қазір республикалық үздік педагог 2020 жылдың жеңімпазы біздің математика пәнінің мұғалімі Сағатбекова Жанар Қалиқанқызы. Жеңісіне біз барлығымыз қатты қуаныштымыз, себебі гимназиямыздың беті деп айтуға болады, жұмыстың нәтижесі. Арасында қалай көмектестік, қалай өксі дайындалды деген кезде ең бірінші ұстаздың ерекше өзінің ізденімпаздық, шығармашылық деңгейінің жоғарылығын танытады. Оқушыларды ғана әртүрлі сайыстарға дайындап қоймай, мұғалімдер гимназиямызды өздері де кәсіби сайыстарға белсенді қатысады. Соның бір айғағы міне бүгінгі біздің қуанышты жеңімпазымызды атап отырмыз. Жалғыз өзі ғана емес, Жанар Қалиқановнаға шығармашылық топ қолдау көрсетіп көмектесті. Гимназиямызда бірлес жұмыс атқаратын зерттеуші топтардың жұмыстары жолға қойылған, жақсы белсенді жұмыс атқарады. Сондай әріптестердің бірлескен жұмысының арқасында, өзінің үлкен жұмысының нәтижесінің арқасында осындай марапатқа ие болып отыр. Жанар Сағатбекова 31 жыл бойы ұстаз болып қызмет еткенде барлығы 3 ұрпақ тәрбиелеп, қанаттарын қатайтып, білім ордасынан үлкен өмірге ұшырған. Айтуынша шәкірттері қазірдің өзінде ұстаздарын ұмытар емес. 11-ші класс бітіріп кеткенде, мен осы гимназияға келген кезде 98-де келгем, 98-ші жылы 6-шы сынып алсам, ол 2004 жылы бітіріпті.
2004-2005 жылы оқушыларды 5-ші сыныптан бастап жетекшілік алсам, олар 2013 жылы бітіріпті. 2013-14 жылы 5-ші сыныпты алсам, міне биыл бітірді. Ол оқушыларым не істейді? 11 бітіргеннен кейін 5 жыл бойына мені іздейді. Жылда келеді, әңгімелерін айтады, рахметтерін айтады. Енді грантқа түсіп, оқуларын бітіріп, жүрген оқушыларым көп. Осы жолы да былтырғы оқушыларымды ойламадым мен. Осылай Өскеменнен келдім. Ертеңінде таңертең звондайды. Сөйтсем бүкіл оқушым есіктің алдында тұр ғой. Сондай қуанышты. Жалпы өзім ұстаз болғаныма қуаныштымын. Балаларды өте жақсы көремін. Жанар Сағатбекова коронавирус пандемиясы басталғалы сондай-ақ елімізге тарайтын өрлеу біліктілікті арттыру орталығына 5 сабақ жазып өткізген. Бұл үшін біліктілікті арттыру орталығы ұстазды төсбелгімен марапаттады. Ергетлеуқы Нұрлан Оразалин, Сұңғар Томхан, ТВК арнасы. Өткен оқу жылынан бастап біздің оқушылар қашықтықтан оқытуға көшті. Бірақ сол кезде барлық отбасы барда үйден онлайн оқытудың техникалық мүмкіндіктері болған жоқ. Мұқтаждардың саны көп болғандықтан мемлекет басшысы осындай санаттағы оқушыларға ноутбуктер мен модемдер сатып алу туралы шешім қабылдады. Бүгін Семейде аз қамтылған отбасы балаларына компьютерлік техника таратылды. Бұл бастаманың басты мақсаты қарапайым оқушылардың оқу процесін қолжетімді ету. Жиынтықтар біздің қаламыздың барлық мектептеріне қатаң түрде тізім бойынша келіп түсті. Жабдықтарды тапсыруға барлық мектеп өкілдерін нөмір 4-ші жалпы орта білім беретін мектепке шақырды. Карантиндік шектеудің барлық ережелерін сақтай отырып, техника қол қою арқылы тікелей қолға берілді. Пандемия коронавируса, вы знаете, что наши дети учатся в дистанционной форме. А для того, чтобы эффективно работать с цифровыми образовательными ресурсами, нужны компьютерные... Өткен оқу жылының 4-ші тоқсаннан бастап біздің мектептер барлық өз компьютерлік техникаларын мектеп оқушыларына берді. Бұл шамамен 1705 компьютерлік техника. Бүгін біз ноутбуктерді жергілікті бюджет қаражатынан алдық. Бұл 1159 ноутбук. Оларды бүгін мектептер алады. Оларды түгендейді, балансына алады және оқушыларға таратып береді. Біздің қаламызда 4,5 мың оқушы компьютерлік техникаға мұқтаж. Оқушылар тізімі мектептерде алдын ала тұжырымдалған. Бұл әлеуметтік осал отбасылардың балаларына арналған құрылғылар. Бұл бірінші жеткізілім. Жақын арада тағы да күтудеміз. Олар мемлекеттік бюджеттен 4000 дана болып келеді деп жоспарлануда. Бір компьютердің бағасы 140 мың теңге тұрады. Я сама многодетная мама, воспитываю 6 Биылғы оқу жылы әдеттегідей оңай басталды деп айта алмаймын. Дегенмен елбасының, президенттің Шығыс Қазақстан облыс әкімінің білім бөлімінің арқасында балаларға компьютерлер берілді. Мұнда тек аз қамтылған және көп балалы отбасылар ғана емес, компьютерлері жоқ кез келген баланың ата-анасы мектеп мекемесіне өтініш бере алады. Менің отбасымда 5 оқушы бар. Өте қиын, бізге компьютер берілді. Енді сабақ қарау процесі жеңілдейді дегенге сенемін. Білім беру мекемелерінің алдына нақты міндет қойылған. Мұқтаждар тізіміндегі барлық оқушыларды техникамен барынша жедел қамтамасыз ету және жақын арада ноутбуктерді тапсыруды аяқтау жоспарлануда. Енді оқушыларда қашықтан оқытуға ешқандай кедергі болмайды. Зайзира Маликова, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК телеарнасы. Өскемен қаласында тәртіп сақшылары қауіпті қылмыскерді қолға түсірді. Күдікті өз танысының үйінде отырғанда оны соққыға жығып, әбден жарақаттаған. Толығырақ келесі сюжетте. Поступило сообщение от гражданина. Бізге Дулатова көшесі 44-ші үй ауласында дене жарақатын алған адам тұрған туралы хабар келді. Оқиға орнына барған экипаж оның өз үйінде дене жарақатын танысынан алғанын анықтады. Барлық экипаждарға күдіктінің суреттемесі беріліп, оны құрықтауға кірісті. Мен күдіктіні анықтағанда ол қашуға ұмтылды. Ол азамат Қабанбай Батыр көшесінің бойында ұсталып тергеу тобына берілді. Ергетлеуқы Сұңқар Томхан, ТВК арнасы. Нет. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай. Амандықта жүздескенше.